Еліміздің екі бірдей өңірінде қуаңшылықтан жаппай мал қырылып жатыр. Қазіргі есеп бойынша Маңғыстау облысында 1,5 мың жылқы арам өлсе, Қызылорда облысына қарасты Арал ауданында да 500-дей мал көтерем болып қырылып қалған. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, міне бисмилла деп Қарағанды облысының имамдарменен міне жамағат, белсенді жамағаттарымыздың ынтымағының арқасында бүгін міне осы жерден бүгін 4 вагон иншалла шөп тиеледі. Алла баршамыздан разы болсын. Маңғыстау өңіріндегі бауырларымызға біз өзінде қолымыздан келер кішкене болса да көмегімізді үлкен ықыласпен иншалла орындайын деп отырмыз. Дұға қылып қойыңыздар. Мынаудан жатқан шөптің барлығы иншалла міне камаздарменен вагондарға жеткізіліп жатыр. Барлық бауырларымыз сол Каспий Голдқа ақша салып үлесін қосқан барлық бауырларымызға Алла разы болсын. Алла бірлігімізді, ынтымағымызды Алла өзің сақтай көр. Алла әрқайсымыздың шақырамызға Алла өзінің нығметі мен иман байлығын нәсіп ете көр. Алхамдулилlah.